Сіздермен 11 сынып оқушылары. Бүгін біз жаратылыстану математика бағыты бойынша 16 жаттығуды орындаймыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші есептен бастайық. Дифракциялық тордың толқын ұзындығы 590 нанометр, жарықпен жарықтандырылған үшінші реттік спектр 10 градус бұрышпен көрінеді. Екінші реттік спектр 6 градус бұрышпен көрінетін толқын ұзындығын табыңдар дейді. Яғни лямбда 2 табамыз. Бірінші мына жерде бізде нанометрмен берілген. Оны біз метрге айналдырамыз. Нано дегеніміз ол 10-ның -9-ын береді. 590 көбейту 10-ның -9 дәрежесі метрді береді деген сөз. Енді формуланы жазайық. Формула бойынша бізде д синус фи 1 тең болады к лямбда 1-ге. Енді осы формуланы екінші толқын үшін жазамыз. д синус фи 2 тең болады. Мына жерде к1 болады, мына жерде к2 лямбда 2 болады екен. Енді осы екі теңдеуді бөлетін боламыз. Бөлетін болсақ, бізде мына екеуі қысқарып кетеді. д-лар қысқарып кетеді. Сонда синус фи 1 бөлінген синус фи 2 тең болады к1 лямбда 1 бөлінген к2 лямбда 2 болады екен. Енді осы жерден біз лямбда 2, яғни екінші толқын ұзындықты табамыз. Сонда лямбда 2 бізде тең болады к1 лямбда 1 синус фи 2 бөлінген синус фи 1. Енді орындарына қойып, мәндерін лямбда 2-нан мәнін табамыз. к1 бізде 3-ке тең. 3 көбейту 590 көбейту 10-ның -9 дәрежесі көбейту синус фи. Бізде синус фи 2 дегеніміз ол 6 градус. Бөлеміз синус фи 1 ол бізде 10 градусқа тең. Мына жерде еще не бар? К2 бар. К2 бізде 2-ге тең көбейту синус 10 градус тең. Енді осына калькуляторға салып есептеген кезінде бізде жуық шамамен алғанда 533 көбейту 10-ның -9 дәрежесі шығады. Немесе 533 көбейту нанометр деп жазсақ болады. Жауабы осы болады. Екінші есепті шығарайық. Үшінші реттік дифракциялық спектрде толқын ұзындығы 490 нанометр болатын төртінші реттік спектр сызығымен беттесетін сызықтың толқын ұзындығын тап дейді. Сонда бізде к1 бізде 4 болып тұр, лямбда 1 490 нанометр, екеуі беттеседі деген сөз. Екі спектр, яғни к2 3 болған кезінде беттеседі деген кезінде бізде фи 1 мен, яғни бұрыштары тең деген сөзді, фи 2 тең. Сонда формула бойынша д синус фи 1 тең болады к1 лямбда 1. Енді д екінші спектр үшін бізде синус фи 2 тең болады к2 фи лямбда 2. Сонда мына бөлік 2, мына бөлігі және мына бөлігі екеуі тең деген сөз. Сонда біз тек мына бөлікті теңестіріп алсақ болады. Сонда бізде к1 лямбда 1 тең болады к2 лямбда 2. к1 дегеніміз бізде 4 көбейту 490 нанометр тең болады к2 3 лямбда 2. Енді осы жерден лямбда 2-ні табамыз. Сонда 490-ды 4-ке көбейтіп, сонда 4 көбейту 490 нанометр бөлінген 3 деген сөз. Сонда бізде 653 нанометр қалады екен. Жауабы осы. Үшінші есеп шығарамыз. 1 миллиметрге 100 сызық сәйкес келетін дифракциялық тордың толқын ұзындығы 720 нанометр, жарықпен жарықтандырылғанда спектрдің қандай ең үлкен ретін көруге болады дейді. Енді бұл жерде бізде к максимумды табу керек. К максимум болу үшін фи бізде 90 градус болу керек деген сөз. Яғни 90 градуста к максимум көрінеді. Бірінші мына жерде біз миллиметрді, нанометрді метрге айналдырамыз. Миллиметр деген 10-ның -3 дәрежесі метр болады. Мына жерде 10-ның 720 көбейту 10-ның -9 дәрежесі метрді береді екен. Енді формуланы жазып қоямыз. д синус фи тең болады к лямбда. Осы жерден бізде к-ны табуымыз керек. к бізде тең болады екен д синус фи бөлінген лямбда. Енді осы жерде д-ны бірінші тауып алуымыз керек. Біздің д ол бізде l бөлінген n-ға тең болады. l дегеніміз ол 1 миллиметр, значит 10-ның -3 дәрежесін бөлеміз 100-ге, сонда бізде 10-ның -5 дәрежесі қалады екен д. Енді осының орындарына келіп қоямыз к-ны. к 10-ның -5 дәрежесі д, синус 90 градус бізде 1-ге тең болады. Бөлеміз лямбда 720 көбейту 10-ның -9 дәрежесі. Мына екеуі қысқарады.
оның 4 дәрежесі қалады. Мына жақта оның 4 дәрежесі. Енді 1-ді 720-ға бөлсек 0,0013 болады екен. Екеуін көбейтеміз, жуықтап алған кезінде 13 қалады. Жауабы осы болады. Соңғы есепті шығарайық. 1 мм-ге 125 штрих сызылған дифракциялық тормен экранның арақашықтығы 2,5 метр, толқын ұзындығы 420. Енді орталық сызықтан экраннан бірінші сызыққа дейінгі қашықтықты табыңдар дейді. Яғни біз бұл жерде К-ны 1 деп аламыз. Енді мына жерде бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. 1 мм дегеніміз 10-3 дәрежесі метрге тең. Нанометр дегеніміз 420 көбейту 10-9 дәрежесі метрге тең. Енді бірінші біз d-ны тауып алуымыз керек. d ол бізде тең болады L бөлінген n-ге. L бұл жерде 10-3 дәрежесі бөлеміз 125-ке. Сонда бізде 8 көбейту 10-6 дәрежесі қалады екен. 6 дәрежесі метр. Енді бізге x-ді табу керек. Ол үшін дельта L-дің формуласын жазайық. К лямбдаға тең болады. Екінші формуласы дельта L-дің бұл бізде x-ді бөлінген L-ға. Осы екі формуланы теңестіреміз. Сонда К лямбда тең болады x-ді бөлінген L-ға. Енді осы жерде біз мынау x-ді табамыз. Сонда x-іміз тең болады екен К лямбда L бөлінген d. Енді осының мәндерін қояйық. Орнына x тең болады, К бізде 1-ді аламыз. Лямбда 420 көбейту 10-9 дәрежесі көбейту 2,5 бөлеміз d 8 көбейту 10-6-сы. Тең болады. Ықшамдаған кезінде мына екеуі қысқарады. Сонда бізде жуық шамамен 0,13 метр шығады екен. Жуық шамамен алғанда бұл бізде 13 сантиметрді береді. Жауабы осы.